Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бірінші әр топқа отырмас бұрын бірінші топтарын анықтап аласыңдар. Одан кейін әр топқа бармас бұрын бойындағы қасиет бойынша өз топтарға айтасыңдар. Бірінші бойындағы қасиеттерін атап шығасыңдар. Әр қадамдарыңды аяқпен басып. Одан кейін бірінші топты ақыл, екінші топ қайрат, үшінші топ жүрек болады. Түсінікті ғой, иә? Диана, сен өзің бастай ғой. Бірінші тобыңды таңда. Үшінші топ. Өз бойындағы қасиет атап, үшінші топқа бара ғой. Ақылдымын, білімдімін, әдемімін, мен өз мақсатыма жетемін. Отыра ғой. Келесі таңда ғой тобыңды. Мен әлемнің болашағымын, мен өте әдемімін. Мен өзімнің болашағымның ең басты адамымын. Мен өте кереметпін және мен әрқашан қайраттымын. Жақсы. Мен өте дарындымын, мен өте қайсармын, мен өз ойымды анық жеткізе аламын. Мен өте көңілдімін, мен өте белсендімін. Ала, Береке, қандай ғой тобыңды? Бірінші топ, онда ақылсың, өз бойында қасиеттерін ата. Мен қайраттымын, ақылдымын, жүректімін. Одан кейін жүрекпін, батылмын, және жақсы. Балалар, мен сіздерді үш топқа бөлдім. Қайрат, ақыл, жүрек. Осы әр топтан екі оқушыдан шығады, пікір талас ұйымдастырамыз. Әр топ не істейді, екі оқушыдан шығып, өз ойларыңды, бойындағы қасиеттеріңді істесіңдер, дәлелдеп айтасыңдар ойларыңды. Бірінші топтан бастайық. Бірінші топ кім шығады? Екі оқушы шыға қойыңдар, ақылдасып топтан. Нұртуған, жақсы, одан кейін Айша өзін шыға қой. Сіздердің топтардың аты қандай? Біздің топтың аты ақыл. Адам бойында қандай ақылды ойыңызды өз ойларыңды дәлелдеп шығыңдар. Айта ғой. Ақыл дейтін ол әр адамның бойында болу керек. Ақылсыз адам ол адам емес деп айтқым келеді. Себебі қазіргі таңдағы ең маңызды нәрсенің ол білім мен ғылым. Ғылым мен білімнің басталуы ол ақылда. Егер ақыл болмаса, егер ақыл адам бойында болмаса, адамның бойындағы қайрат ол өлі қасиет деп айтсам болады. Себебі ол басқа жолдарға итермелейді. Ал жүрек болса, бойында ақылы жоқ, бірақ жүрегі бар болса, ол адамды басқа жолға итермелейді. Себебі ақыл ол адамды жақсы мен жаманды айыруға, өз ойын толықтай жеткізуге, және де көзі ашық көкірегі оюлы болуға көмектеседі. Өте жақсы жеткізді. Нұртуған. Ақыл бұл білім арқылы көптеген заттар істеуге болады. Мысалы, қазіргі заманда көптеген заттар білім арқылы істелген. Өте жақсы. Айта ғой. Мысалы, орында осы бүкіл заттар білім арқылы істелген. Жақсы. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Келесі топ, екінші топ. Қайрат. Өздері шыға қойыңдар, екі оқушы. Тыңдаймыз балалар. Біздің топтың аты қайрат. Енді жаңа Айша кеткенге толықтай келісе алмаймын. Неге? Мысалы, ақылды айтатын болсақ, ақыл ол қайратсыз ешқандай ерлік адамдарға ең маңызды нәрселердің бірі ғой. Ақыл қайратсыз ештеңеге жете алмайды. Жүрек те дәл сондай. Қайрат ол бізді еріншектіктен, өзіміздің байлықтарымыздың бәріне қозғайтын ең асыл күштің, асыл қазынаның бірі деуге болады. Өте жақсы. Және қайрат болмаса өзіміздің армандарымызға жете алмаймыз. Тағы да қайрат ол адамның ең маңызды құндылығының бірі. Жақсы, отыра қойды. Жеткілікті. Үшінші топ, жүрек. Жүрек. Менің ойымша жүрек ең маңыздысы, яғни ақылдан да қайраттан да ең маңыздысы ол жүрек, яғни сенің ішкі жан дүние және иманың. Неге? Себебі ақыл, қайрат ол ақыл мен қайратты жүрек екеуін байланып тең ұстап тұрады десек те болады ғой. Мысалы, Абай Құнанбайұлының өзінің жүрегіне, иманына не істеп, баулып, сол өлең нелерін, қара сөздерін осы өзінің жүрегі арқылы жазған.
жалпы адамды адам ететін ол бізде жүрек, ал қайрат пен ақыл ол осы бізді жақсы істерге итермелейді. Бірақ та егер адамда осы мейірімділік, ізгілік деген қасиеттер болмайтын болса, онда осы қайраттың да, ақылдың да бәрі залал деп айтсам да болады. Мысалға келтіретін болсам, Абай Құнанбаев өзінің осы қара сөзде де айтып кеткен, үшеуінің басын қоссақ та бәрібір жүрек сендердің әміршілері болып тұрады деген. Бұл жерде біз осы үшеуінің ішінде, яғни қайрат, ақыл, жүректің ішіндегі ең бастысы ол бізде жүрек екенін көре аламыз. Бағалы оқушылар, сендер өздерің пікірлеріңді білдірдіңдер. Бұл бізде пікірталас болған соң қарсы ойларында болады. Енді келесі басқа топтан бастайық. Жүрек. Мен ақылмен де қайратпен де келіспеймін. Себебі ақыл өз ойын ғана ойлайды, ал қайрат өз жеңісін ғана ойлайды. Ал жүрек бәрінің ортасын таба біледі. Себебі жүректі таңдасақ, біз өзімізді қалауымызды таңдаймыз. Өз арманымызға жете аламыз. Өте жақсы, жеткілікті. Келесі топ ақыл. Айта ғой. Мен жүрекпен де қайратпен де келіспеймін. Себебі адамды ол басқа тіршіліктен ерекше етіп тұрған ол ақыл. Мысалы, бүкіл жануарда жүрек пен қайрат бар. Мысалы, бүкіл ғұлама, ғалым, бүкіл данышпан, бүкіл ағартушы, жазушы бәрінде ақыл бар. Ақылсыз олар олына жетістікке жетпес деп те ойлаймын. Қайрат ол тек өзінің характерді ойлаймыз ғой. Сонысымен ғана адамның көзіне түседі, адамның бойынан табылады. Ал жүрек тек өзінің бір қалауымен ғана жұмыс жасайды деп ойлаймын. Өте жақсы, жеткілікті. Келесі Өзіміздің факторларымыздан мысалы жүрекке айтатын болсақ, Жүректе өздері өлең шығарып, ән шығарып, сондай шығармашылықтар шығарып дейді ғой. Онымен бірге олар қайрат арқылы сол бәрін жариялады деп ойлаймыз. Ақыл да дәл сондай. Сол арқылы жазып, ақыл өздерінің ақылы арқылы бәрі әлемге өзінің қайратымен жариялады деп ойлаймын. өте жақсы, жеткілікті. Жақсы оқушылар, мен сендердің пікірлерін тыңдадым. Қарсы пікірлер айтылды, өте жақсы ойларын тиянақты жеткіздіңдер. Енді мен сіздерге ғалымның ойымен осы пікірталасымызды аяқтағым келіп отыр. Барлық үш топта ақылда, қайратта, жүректе сендер істедіңдер, ойларыңды айттыңдар. Енді осы үш қасиет адамның бойында болса, қандай адам болады оқушылар? Толық адам, тағы нағыз адам, тағы біртұтас адам. Өте жақсы. Негізі, бірақ бәрін бізде не белгіленгеніміз дұрыс? Неге жүреміз біз? Жүрекке. Әр шешім қабылдамас бұрын біз бірінші қайда жүгіреміз? Жүрекке. Одан кейін ақылға, одан кейін қайратпен іске асырамыз. Бұл жерде мен жүрек деген топ жеңді деп тұрған жоқпын. Үш қасиетті адамның бойында не істеу керек? Болу керек. Бірақ бірінші жүрек, одан кейін ақыл, одан қайратпен не істейміз біз? Іске асырамыз. Бұл үш қасиетте адамның бойында болу керек. Балалар, енді сабағымды қорытындылай келсек, мен осы пікірталасымызды айттық, ойымызды айттық, енді сұрақ жауап арқылы сабағымызды бекітейік. Әр топтан бір оқушы шығады, барабан әдісі арқылы айландырады. Қай барабан тілі қайда тоқтады, сол оқушы сол сұраққа не істейді? Жауап береді. Бір оқушы келе ғой. Сұрағыңды оқы ғой. Адамды толық адам ететін тек ғылым ба, әлде үш қасиеттің үйлесімі ме? Адамды толық адам ететін ол ғылым ғана емес, бізде қайрат, жүрек және де ақыл, осы үшеуі арқылы адам шын мәнінде адамдықтың биігіне көтеріле алады. Бір оқушы келе ғой. Айланға ғой. Жақсы, сұрағыңды оқы ғой. Қара сөздегі қайрат, ақыл, жүрек арасында қайсы маңызды екені туралы қандай пікір бар? Оқыма. Ойын мәселе болды. Мен абайдың 17-ші қара сөзінен жүректі таңдайтын. Жүрек ең маңызды деп санаймын. Өйткені ақыл, қайрат көп адамдарда бар да, бірақ жүрегі таза адамдар аз. Жүрек таза адамдар өйткені көбінесе несе жүректі тыңдамайды. Жүректі тыңдамайды. Көбінесе адамдар қателесіп жатады. Жақсы.
отыра қой. Келесі. Неге Қайрат ақыл жүрек үшеуі айтысып ғылымға жүгінді деп ойлайсың? Себебі ғылым барлығын біледі және ол аса әділ және ақиқатты айтады. Жақсы балалар, сіздер сұрақ жауаптарға менің көңілім өте толды. Енді мен бағалағым келеді. Әр топты сендер сағаттың тілімен естесіңдер, бағалайсыңдар бір-біріңді. Асық әдісі арқылы бағалау әдісі, әр топ бір-бірін бағалайды. Жақсы. Қазір жүрек ақылды бағалайды, ақыл Қайратты бағалайды, Қайрат жүректі бағалайды. Бір оқушы алады да бағасын не істейді? Айтады. Жақсы, жүректен бастайық бірінші. Жүрек ақылды ойын, пікірін, сұраққа жауабын айтылды. Неше балл бересің? Ақыл тобын 8 балға бағалар едім, себебі оларда нақты фактілер, дәлелдер болған жоқ. Жақсы. Ақыл Мен Қайрат тобын 10 балға бағалаймын, себебі пікірлері нақты дәлелмен және де өз ойларын анық жеткізді және топпен жұмыс жасауды өте керемет болды. Жақсы. Қайрат жүректі бағалайды. Біз жүректі өзіміздің тобымызбен ақылдасайық деп 9 балын қойдық. Себебі бұларда факт, пікірдің бәрі толық өте керемет болды. Жақсы балалар, бір-бірлеріңді бағаладыңдар, сабаққа өте жоғары белсенді қатысыңдар. Бүгін сабақ аяқталды, сендерге көп рахмет.